бірінші жүз Бақара сүресінің 36 аятын оқып жалғастырамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сонда шайтан екеуін ол жерден тайдырды, ондағы нығметтерден де шығарды. Оларға: бір-біріңе қас болып түсіңдер, сендер үшін жер жүзінде тұрақ және бір мезгілге дейін пайдалану бар дедік. Сонда Адам алейхиссалам Раббынан сөздер үйреніп алды да жалбарынды. Раббы оның тәубесін қабылдады. Өйткені ол тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді. Жәннаттан бәрің түсіңдер, менен сендерге бір туралық келсе, кім сонда тура жолыма ерсе, оларға қорқу жоқ әрі қайғырмайды деген едік. Қарсы келіп аяттарымызды өтірік дегендер солар тозақтық болып, олар мәңгі қалады. Әй Израиль ұрпақтары, берген нығметімді еске алыңдар, уәдемді орындаңдар, мен де серттеріңді орындаймын, әрі менен ғана қорқыңдар. Жандарыңдағы Тәуратты растаушы мен түсірген Құранға сеніңдер, сондай-ақ оған алғаш қарсы келушілерден болмаңдар, және де аяттарымды аз ғана бағаға айырбастамаңдар, дүниелік үшін бұрмаламаңдар да менен ғана қорқыңдар. Хақиқатты бұзықтыққа араластырмаңдар да, сондай-ақ біле тұра шындықты жасырмаңдар. Намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер, сондай-ақ Алланың құзырына иелушілермен бірге иеліңдер. Елді игілікке бұйырып, өздеріңді ұмытасыңдар ма? Кітапты оқисыңдар, ойламайсыңдар ма? Сабыр және намазбен жәрдем тілеңдер. Расында намаз ынталылардан басқаларға ауыр келеді. Ол ынталылар Раббыларына шын жолығатындықтарын ойлап, әрі оған анық қайтарылатындықтарын да біледі. Әй Израиль ұрпақтары, сендерге берген нығметімді, әлемге артық екенімді еске алыңдар. Біреу үшін ешкім күймейтін, шапағат қабыл етілмейтін, ешкімнен бодау алынбайтын және оларға жәрдем де етілмейтін бір күннен сақтаныңдар. Сендерді перғауынның сыбайластарынан құтқардық. Олар сендерді жаман қинаумен ұстап, ұлдарыңды бауыздап, әйелдеріңді тірі қоятын еді. Міне мұнда сендерге Раббыларыңнан зор сынау бар. Сендер үшін теңізді жарып құтқардық та, перғауындықтарды суға батырдық. Сендер көріп тұрдыңдар. Сол уақытта Мұса алейхиссаламға Тұр тауында Тәурат үйрету үшін 40 кеш уәде берген едік. Кейін оның артынан бұзауды тәңір жасап алдыңдар да өздерің залым болдыңдар. Сонан кейін де сендерді шүкірлік етер деп кешірім еттік. Және тура жолға келулерің үшін Мұса алейхиссаламға Тәуратты жақсы жаманды айырушы нұсқауды бердік. Сол уақытта Мұса алейхиссалам: әй қауымым, расында сендер бұзауды тәңір жасап алумен өздеріне қастық қылдыңдар. Ал енді жаратушыларыңа тәубе қылыңдар, әрі өздеріңді түзетіңдер, немесе қылмыстыларды өлтіріңдер. Бұларың сендер үшін жаратушыларыңның қасында қайырлы. Сонда тәубелеріңді қабыл етті. Өйткені ол тәубені қабылдаушы, ерекше мейірімді деді. Сол уақытта сендер: әй Мұса, Алланы әшкере көрмейінше саған әсте иланбаймыз дедіңдерді. Сендерді бір ащы дауыс алды, жасыл түсті көріп тұрдыңдар. Сонсоң шүкірлік етерсіңдер деп, өлгендеріңнен кейін қайта тірілттік. Үстеріңе бұлтты көлеңке етіп, және сендерге бөдене менен құдірет шекерін, мәнна сәлуаны түсірдік. Сендерге берген жақсы нәрселерден жеңдер дедік. Олар бізге емес, өздеріне ғана қастық қылды. Сол уақытта оларға: осы кентке кіріңдер, одан қалағандарыңша жеңдер, және есіктен бас қойып, хытта күнәмізді кеш деп кіріңдер. Қателіктеріңді жарылқап, игілік істеушілердің сауабын арттырамыз дедік. Сонда залымдар сөзді өздеріне айтылғаннан басқаға ауыстырды. Қылмыстарына кешірім тілеудің орнына хынта деп бидай тіледі. Сондықтан залымдарға бұзақылықтарының салдарынан аспаннан пәле жаудырдық. Сол уақытта Мұса алейхиссалам қауымы үшін су тіледі. Сонда: таяғыңмен тасты ұр дедік. Сөйтіп тастан 12 бұлақ жарылып шықты да әр ел өз суатын білген еді. Алланың несібесінен ішіп жеңдерді, жер жүзінде бұзақылық қылып жүрмеңдер. Сол уақытта естеріңе алыңдар: әй Мұса, бірақ түрлі тамаққа, мәнна сәлуаға сабыр ете алмаймыз. Біз үшін Раббыңа жалбарын, бізге жерден өсетін көк өнісінен, қиярынан, бидайынан, бұршағынан және сарымсағынан шығарсын дедіңдер. Мұса алейхиссалам: сондай ол сапалы нәрсені бұл сапасыз нәрселерге ауыстырмақшысыңдар ма? Бір қалаға түсіңдер, онда әрине қалағандарың бар деді. Сондықтан оларға қорлық, жоқшылық жүктеліп, Алла Тағаланың ашуына ұшырады.
Бұл олардың Алланың аяттарына қарсы келулері және жазықсыз пайғамбарларды өлтірулері, сондай-ақ өстіп қарсы келіп шектен шығулары себепті. Расында сонда иман келтіргендер яһудилер, христиандар және сабилар болып, кім Аллаға, ақырет күніне сенсе, Раббыларының қасында сыйлық бар. Оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды. Сол уақытта сендерден Тәуратты қабылдауға уәде алған едік. Үстеріңе тұр тауын көтеріп тұрып, сендерге берілген Тәуратты мықты ұстап, ондағы әмірлерімді елеп, ескеріңдер, әрине сақтанған боласыңдар деген едік. Оның артынан тағы қайталаған едіңдер. Сонда сендерге Алланың кеңшілігі, мейірімі болмаса, әлбетте зиянға ұшыраушылардан болар едіңдер. Расында сендерден сенбі күні шектен шыққандарды білесіңдер. Сонда оларға маймыл болып, қор болыңдар деген едік. Сонда ол жазаны ілгері кейінгілерге үлгі әрі сақтанушыларға насихат қылдық. Сол уақытта Мұса алейхиссалам қауымына, Алла бір сиыр бауыздауларыңды бұйырды деді. Олар, бізді келемеж қыласың ба деді. Мұса алейхиссалам, надандардан болудан Аллаға сыйынам деді. Олар, Раббыңа біз үшін жалбарынша, бізге оның не екенін білдірсін деді. Мұса алейхиссалам, Алла ол сиыр кәрі де емес, жас та емес, соның арасында дейді. Ал енді бұйырылғанды орындаңдар деді. Олар, Раббыңа біз үшін жалбарынша, бізге оның түсін білдірсін десті. Мұса алейхиссалам, Алла ол сап-сары сиыр, оның өңі көрушілерді сүйсіндіреді деді. Олар тағы, Раббыңа біз үшін жалбарынша, о немене, бізге білдірсін, өйткені бізге басқа сиырға ұқсас келді, әрине Алла қаласа тура жолда боламыз десті. Мұса алейхиссалам, расында Алла, ол сиыр қорлық көрмеген, жер жыртпаған, дін аман, онда дақ жоқ деді. Олар, міне, әзір шындықты келтірдің десті. Сонда олар істегілері келмесе де оны бауыздады. Сол уақытта біреуді өлтірдіңдер де сол жөнінде таластыңдар. Алла жасырғандарыңды ортаға шығарды. Сөйтіп өлікті оның кейбір мүшесімен қағыңдар дедік. Алла осылайша өлікті тірілтіп сендерге белгілерін көрсетеді. Әрине ойланарсыңдар. Және содан кейін де жүректерін қатайып тастай немесе тағы қаттырақ болды. Өйткені тастар жарылып, одан өзендер ағады. Әрі кей тастар қақ бөлініп, одан су шығады. Әрине кей тастар Алладан қорқып құлайды. Алла істегендерінен ғапыл емес. Садақаллахул азим, 74-ші аяттың соңы.